Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымызда осындай сырты қытырлақ және іші жұмсақ, қамыры үгітіліп тұратын және ешқандай ашытқысыз айранмен иленген пирожкилердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керек бір жұмыртқаның сарысы, сұйық май, ұн, айран, сода, тұз, қант және қаймақ керек. Қаймақ пен айранның майлылығы маңызды емес. Айранды үлкендеу ыдысымызға құйып аламыз. Оған жұмыртқаның сарысын саламыз. Қант саламыз. 2 қасық қаймақ саламыз. Сұйық майдан 1 қасығын құйып, 1 қасығын ең соңына алып қаламыз. 1 шай қасық қатты толтырмай тұз саламыз. Және жарты шай қасық ас содасын саламыз. Мінекей барлық керек заттарымызды салғаннан кейін жақсылап венчикпен араластырамыз. Толықтай араласу керек, ешқандай іртік қалмайтындай. Енді осының үстіне аз-аздан 2-3 бөлікке бөліп, ұн саламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Мінекей барлық ұнды салып едейтін боламыз. Ең соңында алып қалған 1 қасық сұйық майымызды құйып, иі қанғанша жақсылап, еш түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап илеп алатын боламыз. Және иленген қамырымызды салмасын дайындағанша тындырып қоятын боламыз, бетін жауып. Енді салмасына суға піскен картопты жақсылап езіп аламыз. Және осыған ұсақтап туралған пиязды кішкене табаға май құйып, сарғайтып қуырып алып, осыған қосатын боламыз. Картоп бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салмасы дайын. Енді тынып тұрған қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, кішілеу етіп жасадым. Мен қамырының жұмсақ болғанын қаладым, сондықтан кішілеу қылып бөлдім. Сіздер кішкене қалыңдау болсын десеңіз, үлкендеу етіп бөліңіздер. Барлығын күлшелеп, домалақтап дайындап қоямыз. Мінекей барлығы дайын. Енді пирожкилердің көлемін келтіріп, түйіп шығатын боламыз барлығын. Құрметті көрермен, менің YouTube каналымды қолдап, қазақша контентті қолдап, тіркеліп және видеоларымызға лайктарыңызды баса кетіңіздер. Мінекей барлық пирожкилерімізді осылай түйіп дайындап, бетін жауып, майымыз қызғанша қойып қоятын боламыз. Жақсылап тыну керек бұлда. Табамызға май құйып, жақсылап қызғаннан кейін пирожкиді екі бетінен қызартып пісіріп алатын боламыз. Ашытқысыз, өте тез дайындалатын, әрі дәмді болып шығатын пирожкидің рецептімен, осы мен берген рецептпен жасаңыздар, өте дәмді шығады. Мінекей барлық пирожкилерді осылай сап-сары етіп, екі бетінен қызартып пісіріп алдық. Мінекей пирожкилеріміз дайын. Сырты осындай қытырлақ, іші жұмсақ және қамыры толықтай піскен. Осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.